халат киіп, сәлем салуға қалай қарайсыз? Жоқ демеңіз. Киіміңізді мақтап қойдық. Киім, киім кеп тұр еді. Сондай болып тұр. Күнде орамал тағып деген маған негізі ұнамайды. Ұнамай ма? Енді қайтып жүрсіз, шашыңды шайып жүрсіз. Ол сәлем салу деген нормально ғой. Қиын емес деп ойлаймын. Бірақ күнде халат киіп, орамал тағып. Ол қиын ба? Ұнамайды, шынымен де. Қыздар айтып жатыр, 2 жыл болады, 1 апта болады деп. Сіздің срогыңыз қанша сәлем салу? 1 ай шығар, білмеймін. Саған аз ба? Білесіз, оңтүстікте сәлем салу сияқты. Бірақ енді бізде Алматы облысында ондай жоқ қой. Енді сіз Алматы облысына шықпайсыз ғой? Заринаның көңіл-күйі қалай екен? Зарина бүгін осындай. Өте әдемі гүлі екен. Қолдаушыларға алғыс айтамыз. Сосын сіз болашақта орамал тағып, халат киіп деп, енді сізде орамал ғой, сізде бар ғой. Сәлем салу деген дүниеге қалай қарайсыз? Күйеуінің тарапынан салу керек деп жатса, олардың отбасыларына болса, салмау керек деп Қанша дейсіз ба? Өйткені мен... Жоқ, мен келінмін ғой, типа жан, мен ата-анеме сәлем салу керекпін деп айтпайсыздар ма? Азанда салам, емес. Сұрау қанша? Күнде ма? Теңгелермен күнде салады екен. Бөлек нәрселер бар да, ол адамның адамгершілігі, ол адамның санасы, ол адаммен көзқарасың бірдей болуы. Адамгершілігі келмеді. Өйткені мысалы ол кісі мен айтқым келмейді, бірақ әлі күнге дейін менің посттарымның астына соншама нәрселер жазады. Мен қыз бола тұра бірде-бір жігіттің артынан ондай әңгіме жазбайды екен жалпышы. Бірақ сол кісі мысалы әлі күнге дейін сондай бір өкпесін жаза береді. Мен бар жердің барлығына жазады. И оны маған мен өзім қарамаймын, бірақ басқа қолдаушылар жібереді да, қараңызшы сіз жайлы айтып жүрген сөздерін деп барлығын скрин жасап жібереді. Ал мен ол кісіге ешқандай ответ айтпаймын, бірақ ол сол бір ғана әрекетімен өзінің маған шын мәнісінде мен үшін лайықты адам емес екенін дәлелдеп қойды. Жаныбек. Баласхан, мен жерде енді орыншар мен Әлішердің сөзінде пікірінде қалып кеттім да, шыны керекші. Тұран мырза, көрдіңіз бе, сіз өзіңіздің мыс деген әңгіме кетіп отыр ғой, мінез, характер. Сіз өзіңіз характеріңізді көрсетпегеннен кейін сіздің тарапыңызда сондай пікір болып отыр да. Енді былай да, қара, Әлішер, былай ғой, қарашы, тыңдашы. Бұл кісі өзінің жақсылығын, мысалға өзінің халық адамы, ел адамы болғаннан кейін, ол өзінің несін кәсіппен айтқан дұрыс болғаннан кейін, ол істегеннен кейін ол нәрсені айтып жатыр да. Сен айтсаң, сіз мақтанып жатсыз, ондай мағынаны айтпаған сияқты. Сен алдында басқа көрсетіп бұл жерде. Баласа ханым, жарайды, басында айтсын, 2 рет айтсын, 3 рет айтсын, бірақ біз негізі кәсіп емес, махаббатты естігіміз келеді да. Негізінде. Жалпы сабырлы адам болған кейін үндемей отырмын да, Әлішер айтып отыр, қайта айтты. Ол жерде мен іспен, фактпен сөйлейтін адам да. Біріншіден мен депутаттық деп, ол не үшін айтты, мен көре алмайтын адамдар бар деп отыр. Кәсіпкер деген кейін, көре алмайтын адамдар бар деп, күнге 17 контакт деген кейін, мен қызбен сөйлесесің ба дегеннен кейін, өзім факторын келдіріп отыр. Машина деген мен бір ауыз сөзімен машина туралы әңгіме болған жоқ. Бауырым, сен жақсылап тыңдап нағасаң, тыңдап нағыласың да, әрекет жасайсың. Жоқ, нағылғанда нағыласылайық онда. Болмаса нағыласылайық. Бұлай ғой, Баласахан, мен Тұранға сұрақтым. Сен факты бәрі оны біледі. Мысалы, маған осындай болды, мынандай біріне. Просто қыдырғандарын айтып келеді, болды, басқа әңгіме жоқ мысалы да. По факту келген кезде. Енді қанша уақыт өтті, тем более жұп болды, жұп болғаннан кейін. Даже Айгүлдің өзі жұптықтан кейін басқа әңгіме айтып. Баласаған Айдан туралы бағана мен бұны қаралап, жамандап, хейт келтіру үшін айтып жатқан жоқпын да. Яғни өз ойымды айтып жатырмын. Алдында да өз ойын айтты Айдан. Сол себепті мен өз ойымды, адам болғаннан кейін, бір пенде болғаннан кейін өз ойымды айтуға деген хақым бар шығар деп ойлаймын бұл жерде. Ешқандай жаман. Қараңызшы, бұл жерде ер азамат ұстамды болу керек, ешқашанда ештеңе айтпау керек дейтін талап жоқ. Неге? Себебі сізде де машина паштада қуып кетті ғой, депутат машина. Жоқ, мен енді машина емес, жалпылама. Депутатты айтты. Жоқ, мен сен естіме, мен аяқ киіммен сақ прикол сағып. Баласахан, Айдан аға сұрақ қоя салайшы мен. Халықтың жұмысы, мемлекет қызметкер, ол жерде. Болды, бірақ жұмысың өрлей берсін, бақытты бол. Жақсы, рахмет. Баласахан, өтініш. Неткен жеткілікті сияқты. Тұран, жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, маған бір ұнамай қалған 3 нәрсе бар деп айттыңыз, сіз. Не нәрсені айттыңыз сіз ең басында бастап? Сіз айттыңыз, Садәулетпен арасындағы әңгімені ұнатпадым дедіңіз, және дос баласымен сөйлескен ұнатпадым дедіңіз. Андай ғой, Баласағаным, Айдана жақтан егер де
андай еркекке мотивация беріп энергия беріп сондай болса күшті болатын еді деп айтты. Бірінші андай Айдана айтты, сіз туралы жаман нәрсе айта береді маған деп айтты. Сосын мен бағана айтып кеткенмін сол бағана депутат туралы 17 контакт деген сияқты. И екінші мәселе бағана Саддәулет туралы информация келіп жатыр дедім. Енді оны былай айтқанда отбасы болғаннан кейін мен түсіндім дедім. Ешқандай претензия, ешқандай әңгіме жоқ деп едім. Үшінші бағана біз шай ішіп жатқан кезде, сөйлесіп жатқан кезде бағана бір кісімен сөйлескенде енді ер адам болған кейін Айдананың мүмкін жаман ойы болмаған шығар. Бірақ ана ер адам қандай оймен жазып жатқан мен білмеймін ғой. Еркек пен қыздың арасында қаншалықты дос болу ол дұрыс бұрыс екенін мен білмеймін да. Соны өз ойымды пікірімді айттым болды. Бұлай бұны қаралап Айдананың ондай ой болған жоқ. Просто өз ойымды айттым болды. Жақсы, менің ойымша мәселені жік-жігімен шешу керек. Жігіт болған кезде серьезно қарау керек шығар деп ойлаймын да. Жай серьезно қатынас жасағанымыз дұрыс шығар деген. Және менің ойымша сізде бір енді ұнатып бастағаннан кейін бір қызғаныш пайда болған шығар деп ойлап тұрмын. Және де дос баласына байланысты айттыңыз ғой, ақыры бәрібір Айдана айтты, мен түбінде кездеспедім ол жігітпен дегендей. Ал Саддәулетке қатысты мысалы нақты сізден талап қойылды ма сыртта? Мысалы, мен осындай қылықтарды жақсы көрмеймін дегендей айтылды ма бұған дейін? Шыны керек Балауса ханым, мен осы соңғы 4-5 күнде бағана Балқаштың ар жағына барып қайтты. Енді бір бауырым дүниеде өткеннен кейін, одан кейін Шымкентке бардық. Рахмет. Бірақ уақыт болған жоқ сөйлесуге. Мен қосақ бағдарламасы эфирін нақтылап әлі көріп отқан жоқпын. Ол енді танысып отырмын, мына кісілермен де сөйлесіп, сол себепті бұны әлі айтқан жоқпын. Мүмкін осы ертең арғы күні айтамын деген ойым болған. Содан кейін сондықтан да уақыт жетпеді, әйтпесе мен жеке де айтатын едім, оның маған мәселесі жоқ дейсіз, иә? Және жаңа кім? Зарина сөз сұрап еді менен. Я негізі Айданаға қатысты кейбір жігіттердің андай қатты тиісетініне таңғаламын да. Ол материалды тұрғыда маған ақша бер, сыйлық бер деп отқан жоқ. Жай ғана махаббат сұрап отыр, шынайылық сұрап отыр деген сияқты. Үнемі шығады, көңіл күйін түсіріп жібере береді. Осылай, олай керек емес. Жігіттер сіздерді ибалы, инабатты қыз керек деп, мына жерде әр қыз келген сайын не только принциптарыңызда үміткерлеріңіз бар екен, ұмыт кететін кездеріңіз болады да, ауыздарыңыздан суларыңыз ағып, тіптен деген аттарыңызды ұмытатындай жағдайға жетесіздер ғой. Кейбіреулеріңіз да расымен мойындау керек. Сондықтан қыз баласына анда-санда сонда принциптарына мүмкін аттап жатса, қатты кетпей қойсаңыздар екен деймін. Айданаға сөйлейші, Айданаға сөйлейші. Тұран, негізі артық кетсем ренжіме. Ол андай емес, мен өзім сөйтіп прикол ұстап сөйлеймін ғой. Айдана жаңа айтып жатыр ғой, жаңағындай өмірде жаңағындай сөйтіп көріп қалдық, и маған неприятно болып қалды деді Тұран. Сол кезде талқыланды ма? Сол кезде Тұран сенен сұрады ма? Типа кім мынау деген сияқты қылып, или қазір енді сөйлесіп жатсыңдар ма сол жайлы? Енді адам көргеннен кейін сол кезде сұрайды ғой, кім не деген сияқты. Прикол ұстап. Жалпы дәл сол кезде енді шынымен бір қалжыңға сеп қана айтты. Егер кәдімгідей серьезно айтса, мен айтып тұрмын ғой, кездеспей ақ қой десе, жарайды деп айтатын мысалы. Ақерке? Балауса ханым, осы жерде жаңа Тұран мырза айтып жатыр ғой. Тұран мырза айтып жатыр ғой, енді маған мотивация беру керек деген сияқты. Енді қыз баласы сізге мотивация беру үшін сіз ойламайсыз ба? Мен қыз баласын мен де еркелетуім керек. 24-те 7 қалайсың күнім жаным деп тұруым керек. Ол қызды білмеймін кәдімгідей бір күшті қылып оған обращение жасауым керек. Сол кезде мен бұл қыздан бір сол нәрсенің жемісін алып мотивацияны аламын деген ой бола ма? И бағана бір Айданаға сұрақ қойған болатынмын негізі. Сол сұрақты бір толығырақ қойып кеткім келіп тұр. Негізі Тұран сен үшін сенің қазір жігіттің жақсы адам болып есептеледі, бірақ негізі Тұранның бойында осы нәрсе өзгерсе ғой, осы мінезі бір өзгерсе ғой дейтін тұстары бар ма негізі? Жалпы мен адамгершілігіне еш нәрсе демеймін, мінезіне, ақылына. Бірақ андайда бірінші кезекте Тұран үшін жұмысы тұрады да, екінші кезекте қарым-қатынас. Солай көрінеді да, өйткені жұмысын бірінші кезекке қояды. Мен жарайды оған көнем, түсінем, оңай емес қаншама жұмысты осылай алып жүру бір адамға. Бірақ дегенмен де солай жетіспей қалатын кездер болады маған деген жаңа көңілінің бөлуі. Мысалы мен жазып жатам, алдында сіздер айттыңыздар жазбайсың, көңілін сұрамайсың деген сияқты. Я жазам мен, бірақ андай жауап қайтарылмай қалады деген сияқты да. Сондай бір моменттерде өзімде андай бір болады ғой, бір навязываться етіп жатқан сияқты сезініп қаламын да. Мен де қойшымды жазбаймын деген сияқты болады. Жазған нәрселерімді өшіріп тастап, сондай моменттер болады менде. Сондай ренжістер арасында болып қалады. Келгелі мысалы түсінем, Шымкентке бар келдік, мына жақтағы жұмыстары көбейіп қалды ғой, енді қарбаласып кетті, бірақ дегенмен де соның арасында білмеймін бір 5 минут тауып жазуға болады деп ойлаймын. Ол бір қиын емес сияқты да. Ол бойынша Балауса ханым негізі келсем Айданамен Ақерке өте дұрыс айтты. Мен өзім енді қазақ тілі лицейде оқығаннан кейін 5 жыл балдармен оқыды. Ол жерде бүйтіп мақтанып нағып жатыр ғой, өз ойымды айтып жатырмын. Бізде мен өзім қыздармен былай айтқанда қатты сөйлесе алмаймын. И тем более бағана жұмыс болғаннан кейін уақыт бөле алмаймын. Сол себепті Айдана дұрыс айтып жатыр. Меніңше көбірек уақыт бөлгенім дұрыс шығар енді. Шынымен. Оны мойындау керек енді. Оны мойындаймын. Оны мойындау керек.
ол енді бір жағынан әрине мүмкін ақерке сабағын аламыз, мүмкін сатып алып бір сабағы болса экспорт Мен сағатым енді психологиялық сағат туралы айтып тұрған болсаңыз, енді ол сағат енді сіз жетпейді ау қаражатыңыз, ол сағат. Енді Айдана үшін неше жалко. Адамдарым үшін ғана. Жоқ, енді былайынан просто Айдананың осы жерде жаңағы сұрақты қою арқылы просто осы жерде біздің қыз баласы енді айтсын сол нәрсені дейміз да, что оған ұнамайтын тұстарды, что барлық нәрсе өзгеру үшін жақсы. шынымен өзім айтқым келіп отқан негізі Ақеркенің бір ойымды оқитыны бар арасында. Дәл қойған сияқты сұрақты. Черный майка менсі. Жауап беріп жүргендері бар, кішкене уақыты болмай кеткені бар. Сосын сондай нәрсе салып қойғаннан кейін, естественно, мен ойладым, оның бір маған қатысы бар деп ше. не деп жазылды сөзбе-сөз? Сөзбе-сөз ұмытып қалдым қалай жазылған. Бірақ бір андай осымен бәрі бітті деген сияқты. Барлығына стоп қоямын деп алдым. Автокөлік есте күшік тұр да. Ол жерде ешқандай махаббатқа Айдана қатысы жоқ. Мен просто өзімнің жұмыстарым соңғы бір апта қарбалас болып кетті. Бағана айттым ғой, кәсіп бойынша болса да балқашта бауырым дүниеден өтті. Одан кейін келе жатқан баламның туған күні бар. Соған біраз заттар алдыртқанмын шетелден. Оның ішінде арыстан күшігі де болмай қалды. Ол заңсыз екен. Сонымен мен настроением түсіп, настроение кеше 0 деп, сол бойынша жазған болатын. Болды. Ол жерде. Ал Айдана, сіз мысалы түсінбедіңіз, бірақ сұрадыңыз ба Тұраннан? Мен сұрайыншы, мысалы кеше сіз деген настроением жоқ деп па сторис салдыңыз ғой, сосын мен неге деп жаздым ғой. Сіз неге соған жауап бермедіңіз? Мен көрмей қалдым оны. Бірақ сіз көрдіңіз ғой оны? Оқымадым. Мен телефон екінші неде бар, командада бар. Ол ашып қалуы мүмкін да, кейде Инстаграм кіріп тұрады. Мен байқамай қалдым оны. Жазғаным қаралған, бірақ жауап қайтарылды. Мен сразу жауап берем, егерде байқамай қалдым. Соған ол енді мысалы бір шынымен маған ол нәрселер әсер етеді да, бір мелочь шығар біреу үшін, бірақ кәдімгідей әсер етеді деп ойлаймын. Соған бір жазбай жүрген. Андай салмайсың ба? Мен түсінбедім, сонда сіздердің екеуіңіздің сөйлесетін чаттарыңызды сіздің командаңыз оқи ма? Инстаграмда менде бағана көптеген не болғаннан кейін аккаунт болғаннан кейін мобилографтарда болады да, Инстаграм дайректте. Сол себепті ол кісі мүмкін ашып қалған шығар. Телефон ол кісіде бар, екінші телефон сол кісіде. Әрине, мен түсініп тұрмын, бірақ 2-3 телефонмен немесе бір парақшаға бірнеше адам мысалы кіре алатын кездерде бәрібірде айтып жатады. Онда біз екеуміз мысалы Инстаграмда сөйлеспей ақ қояйық. Неге? Сіздер себебі дос емессіздер. Сіздер жұпсыздар. Сіздердің өз араларыңызда әзілдейтін әзілдеріңіз болуы мүмкін. Жылы еркелетіп айтатын сөздеріңіз болуы мүмкін. Соның барлығын жаңағы елдің көргені ыңғайсыз болады. Сондықтан да бір бөлек сөйлесек деп келісім бар ма? Әлде ондай жылы сөздер айтылмай ма сіздерде? Жоқ, айтылып жатыр, қазір уақыт керек қой. Бізде бәрі қарбалас болып кетті да. Сол себепті звондап, сөйлесіп, әрекет жасап жатыр. Фитнеске келіңіз, одан кейін киноға бірге барайық деген. Бұл кісі уақыт қазір болмай жатыр. Мүмкін ертең ары күні жолығып сөйлесіп, киноға барып, серуендеп деген сияқты уақыт. Жоқ, енді серуен ондай бар ғой жалпы. Жеке қалғанда сөйлесеміз, ақылдарын айтып деген сияқты. Өте негізі бізден арамызда коннект жақсы, күшті сөйлесеміз, бірімізді түсінеміз. Бірақ сол уақыт тапшылығы, кішкене жұмысы, сол жағынан ғана кішкене бір қиындықтар бар. Енді халықтың алдына жаңағы кездесулерді көрсету керек болғандықтан қасымызда мобилограф жүретін кездер болады, бірақ мобилографсыз ойымыз бір жерден шығып ақылымен мені солай таңғалдыратын болса, әрине ол мәселе ол ақшасында емес. Ақшасыз да қабылдайтын едім. Айдана еще байлыққа қызығат адам емес та. Байлыққа қызығат адамдар ол кәсіби кодтан сұрайды деген сияқты. Сол себепті мүлдем ол кісінің адамгершілігіне сай. Жұпты қарақатына жалғасады ғой? Жалғасады. Жалғасады. Жақсы.